Келін қадірі. Қарт ана қабағы түйіліп отырып терең күрсініп алды да, мен келінімнің қадірін кеш түсіндім, деп әңгімесін бастады. Әжім басқан албыр-салбыр жүзінен жастары бірін-бірі қуалағандай тез ағып, бет қатпарының сызықтарымен жол жасап, дірілдеп тұрған иегіне бір-ақ келді. Әжей бет орамалымен екі көзін кезек-кезек сүртіп, су болған бетін сүртіп, мұрнын басып, сәл отырып қалды. Қолын төмен салып, ойға кеткендей болды. Үнсіздік менің әжеге мұқият қарауыма жол берді. Көзі шүңірейген, қасы көрінбейді, кірпігі де жоқ. Терең жол болып түскен маңдайындағы 5-6 қатпар қабағын көтерсе, арасы әппақ болып жол көрінеді. Көзінің айналасына да терең әжім көп түскен, салбырап кеткен бетінде де әжім көп. Құлағына тартылып тарам-тарам болып кәріліктің анық көрсетіп тұр. Жағасын тіктеп тіккен тізеден сәл төмен келген заманауи көйлек, сыртынан жеңіл кеудеше киген. Қызыл гүлді орамал тартыпты. Мен бұл жастағы әжейлер тек ақ орамал тартса жарасады екен деген оймен отырмын. Орамал астынан ағарған самайы көрініп, құлағына таққан үлкен алтын сырғасы жалт-жұлт етеді. Әжей кәрі болса да, ақ жүзіне сұлу болған адам екенінен көлеңке бар. Сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді дегендей, бір адамды өзіне тартатын сұлулық болғаны байқалады. Тамыры адырайып, әжімі көбейген, қолдарына да алтын сақина кимеген саусағы қалмапты. Қос білегінде де жарқырап, жалпақ алтын білезіктері көрінеді. Аяғына киген аяқ киімі де ерекше, әжейлерге арналмағандай, жаңа сәнмен шыққан. Әжей қалалық адамдарға сықылды киінген, алыс ауылдың әжесіне мүлдем ұқсамайды. Мен ерке әйел болдым. Күйеуім жарықтық үндемейтін жуас адам болды. 50 жыл отасып, менің айтқаным ғана заң болып өмір сүрдік. 3 қыз, 1 ұлды болдық. Сол ұл қызымызды өсіріп қатарымыздың алды болдық. Мен оқыған қызмет жасаған адаммын. Шырттай киініп тек жұмыс үйдеп жүрдім. Білдей мекеме басқардым. Ал балаларымды енем қарап, өсіріп жеткізіп беріп кетті. Ол кісі де көп сөйлемейтін, тек өз шаруасымен жүретін пысық ісмер кісі болған еді. Жарықтық жастай жесір қалып, басқа ешкіммен бас қоспай, ұлының тілеуін тілеп өмір сүрген кісі еді. Қолы еш босамай, мал жан үй тірлігін бір өзі-ақ ұршықтай иіріп отырды. Шыны керек, мен балаларымның қалай өскенін білмедім де. Үлкен қыздар алыс қалада жоғары оқуларында. Ол әскерге баратын жасқа келіпті. Мен сол уақытқа дейін түк ұқпай жүріппін. Қыздарым бой жетіп, ұлым ер жетіп, мен ене атанатын жасқа келіппін. Ерке келін болып жүре беріппін. Енеме бір болыспаппын. Дайын асты жеп, баратын жеріме кетіп, үй жинап, еден ыдыс-аяқ жумаппын. Енем марқұм, әй балам-ау, мен кеткенде не істер екенсің деп, өлеріне 2 күн қалғанда айтты. Мен болсам сол сөзге мән бермей, апа, өлмей тұра тұр, балаң әскерден келсін, үйлендір, оның баласын бақ деппін. Әжеміз ұлым әскерден келмей тып-тыныш жатты да, о дүниеге кете салды. Енем қайтыс болған соң, үй қаңырап бос қалғандай болды. 40-тан асып, 50-ге жақындағанда мен отбасыма көңіл бөлдім. Сенесіз бе, мен сол кезде ғана үй тірлігі қаншама көп екенін ұғындым. Енем қайтыс болған соң, мен алғаш қазан көтеріп, ас пісіретін болдым. Біресе тұзы жоқ, біресе тұзы ащы, болмаса күйіп кеткен, ал аз болса ботқа болып кеткен тамақтар пісіріп, өзім күйе-күйе болып, қақалып шашалып есім шықты. 2 қыз студент, ол әскерде, кіші қыз 8-ші сыныпта оқитын. Апа, ана демей апа деп өскен үлкен қыздар мен ұлым тәте дейтін. Әже баққан соң мені бір туыстарындай ғана көретін. Сіз не, тамақ пісіру білмейсіз бе? Апа, мынауыңыз не? Тұзы жоқ қой. Мынау не, ботқа ма? Күйдіріп жібергеніңіз не? Мынаны ит те жемейді деп, сол кенже қызым ренжитін болды. Ол ерке болған соң ойын ашық айтып, өжет болып өскен болатын. Ал жуас күйеуім үндемей алдына қойған асты жеп алатын.
Апа, әкеме обал болды ғой. Әжем баласын бекер уайымдамапты. Мен кеткенде әкең қара сумен қатып отырмасын. Ер адам уақытылы дәмді асын жесін. Жиі сорпа қайнатып бер деуші еді. Сен тамақ пісіре алмайды екенсің ғой. Әжем айтпақшы, әкемді қара сумен қатыратын түрің бар. Қой, мен өзім әкеме ас әзірлеймін деп, қызым тамақты өзі жасайтын болды. Енем менің балаларымды тек өсіріп қана қоймай, көп нәрсе үйретіп кетіпті. Балаларым еңбекқор, таза, ұқыпты, білімді болды. Қыздар шеттерінен әжелеріне ұқсаған, ұстамды, шыдамды, іскер, өте ақылды екен. Мен бұрын байқамаппын. Мен үшін олар солай туылғандай болатын. Кенже қыз өзі үй шаруасына кіріскен соң, мен тез жұмысыма кетіп қалып, кешігіп келіп, сол міндеттен құтылғам. Бір жыл уақыт өткен соң, ұлым әскерден келді. Ұлым бала күнінде мінезі шатақ, төбелескіш, қызба бала болатын. Әскерген келгенде одан бетер мінезді болып келді. Негізі менің мінезім бетің жүзің демей, үлкен кіші демей, мен де жұмыстағыларды тым аяусыз боқтап салып, пышқыртып жұмысқа салатымын. Өзі үндемейтін күйеуімді де жерден алып, жерге салатыным да бар еді. Кезінде ас дайын болмай қалса, енеме де ауыр сөздерді айтып салып, ол сөзге ол кісі өкпеледі ме, ренжіді ме шаруам жоқ болатын. Ұлым бір сөзбен айтқанда, менің сол жаман мінезімді өзіне қабылдап алған. Әлде оған қан арқылы берілді ме білмеймін. Әйтеуір мен сияқты тек өз айтқаны дұрыс деп отырады. Ұлым әскерден келгенше сиырды күйеуім өзі сауып, өзі сүт тартқыштан өткізіп, сүт шаруасымен өзі айналысатын. Ұлым келді. Ауыл болып улап-шулап қарсы алдық. Таңертең ұлым әкесінің шелек көтеріп, қораға кетіп бара жатқанын көріп, маған жалт қарап: «Сен не отырсың? Ағам сиыр саумақшы ма?» деді. Ойымда ештеңе жоқ. Әжең кеткен соң сауып жүр деп, шайымды ішуге дастарханға отыра бергенім сол еді. Бұл үйдің қатын ағам болғаны ма? Сен кімсің деп бетіме төніп айқайлап жіберді. Ей, сен анаңмен қалай сөйлесесің? Ей, сен маған дауыс көтеріп отырсың ба? Деп мен де баж ете қалдым. Тұр да бар, сау ана сиырды деп зілді дауыспен төніп тұр. Мен саумаймын, мен сау алмаймын. Қораға бар, көзіңді құрт. Қазір мен сенің анам екеніңе қарамаймын, быт-шытыңды шығарамын деп, бар даусымен бақырып, көзі қанталап шатынардай болғанда, зытып қора жаққа қалай жетіп барғанымды ұқпай қалдым. Қораға келіп алып, өкіріп жылап тұрмын. Күйеуім менімен жұмысы жоқ, сиырдың бауырына кіріп алып сауып отыр. Аға деймін, тоқта тұр, деп ұлым күйеуімді түртіп орнынан тұрғызды. Күйеуім ойлы көзбен баласына қарап тұр. Аға, болды, енді сиырды тәтем өзі сауады. Сіз қалат пен орамалды шешіңіз. Сосын үй жаққа барып, беті қолыңызды жуыңыз. Қызыңыз таңғы асыңызды әзірлеп қойды. Астаныңыз, жұмысыңызға барасыз, дұрыстап тамақтаныңыз деп, нақты әрі салмақты дауыспен айтты. Күйеуім жылап тұрған маған бір қарады да, үндемей қалат пен орамалды шешіп, үй жаққа кетіп қалды. Ой, менің қаным қайнады. Неге баласына менің сиыр сауа алмайтынымды айтпайды? Неге ұлына бір ауыз сөз айтпайды, кетіп барады? Осы еркек пе өзі, ез қолынан қорғауда келмейді деп көгеріп тұр едім. Жылдам кей тез. Иіп тұрған сиырдың иі тарқап кетеді, отыр да сау деді. Сен не, мына 40-тан асқан анаңа сиыр сауды үйретпекшісің бе деп даусым дірілдеп қалатты киіп, орамалды тақтым. Ұлым аушылы көзбен тесіле қарап шелекті берді. Отыр да сау. 40 тұрмақ 80-ге келген әжем осы сиырдың астында жүріп бізді бақты, отыр деді. Бір сөз айтсам, мына қояншық бала ұрып жіберетін түрі бар. Әйтеуір сиырдың емшегіне жабыстым. Сауды білмей шымшылап қинап жібердім. Ұлым қолымның сыртынан ұстап, қысып тартып көрсетіп отырып, бір сиырды бірге саудық. Келесі сиырға өзім отырдым. Ұлым қарап тұр. Не керек, 3 сиырды да сауғызды. Үйге келген соң, тез аппаратты шығар, жылы кезінде маңызын ажырат деп қақшиып тұр. Балам, мен жұмыстан қалатын болдым. Түске келгенде тартайын десем, тартасың, түске дейін сүт ашып кетеді. Бір күн кешіксең, конторың төңкеріліп қалмайды деп, сүт тартатын машинканы алып шықты.
Қарабал, міне, былай қоясың. Мынау маңыз ағатын жағы, оған мына ыдысты қой. Ал мына жаққа үлкен ыдыс қоямыз. Ол жағынан көк сүт ағады. Осылай жинайсың. Енді ақырындап айналдырып отырып, сүтті ожаумен төбесінен құй. Ұста былай деп, қолымның сыртынан ұстап ақырын айналдырып, машинканы қосып сүтті құюды көрсетіп қарап тұр. Кіші қызым күйеуіммен кетіп барады. Олар мені көрмейтін сияқты. Мен жаққа қарамайды да өздері көңілді. Ой, ашу-ыза қысып, қатты айналып жіберіппін. Асықпа, ақырын бір қалыпты айналдыр деген ұлымның даусына селк ете қалдым. Терлеп тепшіп сүтті де тартып болдым. Аппаратты шешіп, тездетіп жуып кептіріп қой деп ұлым бедірейіп тұр. Айналайын-ау, мен жұмыстан тіпті кешіктім ғой деп кейіп айтып едім. Түске дейін сасып кетпей ме? Анау әр табағында қанша маңыз қалды. Соны мына кесеге саусағымен іліп сал деп аппаратты босатып ашып алдыма қойды. Шынылары көп, бір бәлесін бағанағы өзі берген кесенің үстіне ашып, біраз сұйық шықты. Сол ыдысқа ағызып, сосын әр кеседегі маңызды саусағымен сүртіп алып, кесеге жаққызды. Мен үшін бұл бір мазақ секілді көрінді. Самаурыннан ыстық су әкеп, бәрін тазалап жуғызып, бір матаны жайып, соның үстіне әр ыдысты бөлек төңкертіп, бетін марлымен жапқызды. Жұлынып жұлқынып жүріп жасадым. Тез жуынып, үйге киінуге бара жатсам, маған шай құй, өзің де іш деп дастархан басына ұлым жайғасты да. Керек болса, өзің құйып іш, оттамай отыр. Ішпесең атамнан ары бұл не басынғандыға? Сен кімсің сонша? Сені туған мен, жетер қарашы бұны деп от алып бара жатыр едім. Жап аузыңды жап деп көз аларып, тізерлеп отырып ұлым жұлқынып қалды. Отыр да шай құй. Құймаймын, не істейсің? Ұрасың ба, ұр деп қасына жетіп барып едім. Иығымнан шап беріп ұстап, самаурынның қасына жалп еткізіп отырғызды да: сені ұрмаймын, бірақ саған мен өз міндетіңді істеткізем. Жетер, 30 жыл келін болып жартпадың, енді әйел болып ана ағамды сыйлатқызам, өз шаруаңды істеткізем. Араша түсер енең жоқ, баяғыда сені осылай іске салу керек еді. Әжең ғой тиіскізбеген. Енді өз шаруаңды өзің істейтін бол, қатын бол, ертеңгі күні сен ене болып келінге үлгі көрсетуің керек деп кесе ұсынды. Мен іштей сені оқуға жіберіп көзіңді құртам деп айтып шайын құйып бердім. Сол күннен бастап ұлым маған сиыр сауды міндеттеп қойды. Қайта тамаққа араласпағанына шүкір деп, сол сиырды тез сауып, сүтті реттеп жүрдім. Күз болып ол оқуға кететін болды. Мен мәзбін. Анада осылай баласының үйден кеткеніне қуанады екен-ау деп қоям. Ертең жолға шығады деп, ет асып дастархан басында отырғанымызда ұлым әкесіне қарап: аға, мен кете салысымен басқа орамал тағып, үстіңе халат киіп сиырдың бауырында отырмаңыз. Солай қайта сиыр сауатын болсаңыз, мен сізді сыйламай кетем. Тәте, сізде ағамды басынғаныңызды қойыңыз. Ас пісіріп үйренсеңізші, қыздарың кеткенде не істейсің? Әбден даярға майар болып жаман үйренгенсің, деді. Балам, мен адал асымды жеп отырмын, мен де табыс тауып отырған адаммын деп едім. Ой, тәте, сіз сияқты қызметте жүрген қаншама әйелдер бар. Табысты табады, бала шағасына да асырап баптап күтіп отырады деп ашулы көзқараспен қарады. Сен мені басқалармен салыстырма. Салыстырып отырғам жоқ, ол сіз білесіз. Олар солардай болсын дегенім. Олардың алдымен мендей болып алсын. Тәте, болды, жетер, берекені қашырма, өз қателіңді біл, деді де ұлым тез орнынан тұрып кетті. Ертеңіне екі үлкен қыздарымен бірге ұлым да алыс қалаға оқуға кетті. 9-шы сыныпты оқитын қызым, шалым үшеуміз қалдық. Мен сол сиырды сауып жүрдім, басқа шаруаны қызым алып жүрді. Тамақ әзірлеу, нан пісіру, үй жинау, кір жуу бәрі қыздың мойнында болды. Мен ол шаруаны тындырып істей де алмайтынмын. Келер жылы үлкен қыз оқуын аяқтап келді. Кіші қызға жеңіл болды. Мен сиырымды бермей сауып жүрмін. Менен сол сиырды сауам деп сұраған жан жоқ. Тіпті әр сиырды танып, үйреніп те алдым. Оларды шығарып салып күтіп алатында болдым. Май шайқап құрт жасауды шебер болып алдым. Оны да ұлым көрсетіп кеткен. Өзі әжесімен көріп білмейтін жоқ, зіркілдеп жүріп маған үйретті. Балаларым менімен сен деп сөйлесетін, уақыт өте қыздарым сіз деп құрметтейтін болды. Азмас тамақта жасап үйреніп қалдым. Үлкен қыз тұрмысқа шығып, құда жекжатты болдық.
Арада тағы жыл өтіп, ортаншы қыз да оқуын бітіріп, қызметін жасап қасымда болды. Ол кезде кіші қыз оқуға кеткен. Ұлым да жиі келіп тұрды. Солай арада 5 жыл уақыт өтті. Екінші қыз да тұрмысқа кетті. Ұлым оқуын бітіріп, бір жола қасымызға келді. Менде зәре жоқ. Ұлымның қас-қабағына қарап есім шығумен болдым. Жасым 50-ге келсе де тындырып түк істей алмаймын. Үйде қыз жоқ, бар тірлік менің мойнымда. Қайтадан күйген жанған, тұзы татымаған тамақтар, кір ашылмай қалған кірлер, шаң басып кеткен үй, түк ештеңеге үлгере алмай есім шықты. Тәте, мынауың не, өзің же? Тәте, мынаны ит те жемейді ғой. Неге жағасының кірі кетпеген, сен өзің жудың ба? Ой, мынау мен қалай шештім солай тұр ғой, қалай жуғансың? Мына үйді неге сүртіп қоймайсың? Есіктен кірсең шаңы көрінеді. Ағама асын бер. Ағамның жағасы кір болмасын. Ағам жұмыстан келгенде не жейді деген ескертулер есімді шығарды. Нандай теуір көрші келіншек жауап береді. Ұлым зіркілдеп ұрсып ескертуін тіптен үдете берді. Бір үндемедім, екі үндемедім, соңғы ескертуінде: ей бала, ұнамаса жеме, ішпе, киме. Менің байым маған ауыз ашпайды, сен бір бәле болдың ғой. Бар айналайын, қатын алды, соған айқайла дедім. Ұлым ойланып қарап отырды да: келесі айда үйленем, ешқайда кетпеймін, осы үйде тұрам. Ағамды саған талатып қалдырмаймын. Отырасың сосын күйген, жанған ит жемейтін асыңды беріп. Мен осы өз үйімде қастарыңда тұрам деді. Әкел, әкел, қатыныңды көрем, қалай айқайлар екенсің деп мырс еттім. Мен айқайлайтын қатын алмаймын, ол өзі-ақ бәрін жасайтын болады деп ұлым тұрып кетті. Бір айдан соң келін келді. Әдемі үлбіреген қыз. Мен қарап отырып, бұл келін балама шыдар ма екен деп қоям. Келіннің көзі мөлдір болғанмен, қалың қасы, түйілі орналасқан екен. Бетіне қарағанда қабағын түйіп тұрған тәрізді. Қыз да өз үйінің бір тал қыз екен. Оның керісінше 4 бауыры бар екен. Әдеп түскен күннен келінім менің қолымнан сиыр сауатын шелекті алды. Ой, мен қуандым. Ас әзір, үй жинаулы, кір жуулы, нан пісірулі, сиыр саулы, май шайқаулы, құрт жаюлы, келген қонақ күтулі. Бәрін тыңғылықты орындап, тағы жұмысына да барып келеді. Келінім балабақшада тәрбиеші еді. Мен ұлымды күнде бақылаумен болдым. Ол әйеліне бір ескерту жасамайды. Риза, көңілді. Дәл сол уақытта маған шайтан кірді ме, әлде жын түртті ме, мен өзгердім. Келініме тисе бердім, жөнсіз бірдеңе тауып алып шұқитын болдым. Жұмыстан сәл кешіксе дау шығардым, көкбеттендім. Ұлым мен күйеуімнің жоқтығын пайдаланып, аузыма не келеді соны айтып бақыратын болдым. Келінім үндемей, басын төмен салып, шаруасын істеп жүре беретін. Түк таппағанда: менімен сөйлеспейсің, мені жақтыртпайсың, қабағың бір ашылмайды, не саған ұнамайды деп тисе бердім. Арада 8 жыл өтті. Мен де зейнетке шықтым, тіпті ішім пысты. Немерелеріммен алыстым, оларды қарап бақпадым. Керісінше олар мазамды алмаса екен дедім. Немерелерім ішіп қойса да келін кінәлі, тышып қойса да келін кінәлі. Мен аузымды жаппадым. 3 қызым 3 үйге келін болып кетіп қалды. Менің ұлым 3 балалы болды. Бейшара келінім сол жүктілік кезінде қиналып жүрсе, мен оның мазасын ала бердім. Балаларының арасы 2 жылдан онсыз да иесін жей алмай отырса, мен кесір ене болып оны аямадым. Неге, не үшін солай болдым, өзім ұқпаймын. Енеңнен не көрсең соны істейсің деуші еді. Мен керісінше енемнің маған істеген жақсылығының бірін де келініме жасамадым. Ол күйеуіне бір ауыз шағымданбай өмір сүре берді. Тегінде үндемегеннен үйдей бәле шығады. Осы бәле бір күні атылар деп те ойлап қоям. Кейде осы келін ене топырағынан деуші еді. Мына бәле қайын-ата топырағынан жаралған ба, атасына тартып кеткен болмаса, үлкен енесінің топырағынан жаралған ба, үндемей құтылады деп те ойланып қалам. Тұра менің енем, менің күйеуім, тіл қайтармайды, не бір әңгіме айтпайды, тек сұрағыңа жауап береді болды. Өсек айту, біреуді сөз қылу жоқ. Балаларына да ұрыспайды, сыбырлап бірдеңе айтады. Олар сол шешелерінің сыбырлап айтқанын тыңдайды.
Ұлыммен тек көзбен сөйлескендей, екеуі бөлмелеріне кіріп сыбырлап сөйлеседі. Екеуі ғана ақылдасады. Маған сол қылықтары ұнамайтын. Мен өзімді керексіз адамдай сезіне бастадым. Біресе шалыма тисем, біресе келінге тисем, ішім қатты пысса қыздарыма барып қонақ болып келем. Менің шалым тіпті келін екеуі бір адам сияқты. Бір-бірін сөз айтпай-ақ ұғысып, сыйласып тұрады. Шалым жарқырап тап-таза жүреді. Зейнетке шыққан соң өзі немерелермен қой бағатынды шығарды. Арада 20 жыл өте шықты. Балам бақытты. Келінім бәріне төзіп шыдап келді. 80-нен асып 50 жыл отасқан шалым ешқайсымызды қинамай дүние салды. Ұрысып жүрген шалым да жоқ. Ұлым 6 балалы болды. Немерелерді ер жетіп алды жоғары оқуда. Заман өзгеріп, өкімет ауысып, талай кәсіпорындар жабылды. Ұлым вақталық жұмыс жасап, айлап далада қаңғып жүрді. Мен сол әдетімше келінімді түртпектеумен жүрмін. Түрлі сылтау табам. Қыздарым келсе соларды дұрыс күтпедің десем, жиендерім келіп немерелермен төбелесіп қалса, соған да келін кінәлі. Балам көп ақша тауып келсе, маған алтын әпермеді деп дау шығару әдетке айналды. Сонымен осы қолды да, мойны да, білекті де алтынмен аптап қойды. Мереке, туған күн, жаңа жыл деп сыйлық ретінде тек келінім алып тағып отырды. Қыздарым тұрмысқа шыққанда таққан алтындарын өздері кейін қарыз болдық, қысылдық деп алып алған болатын. Мына алтындарды тек келінім тақты. Ұлым соғым сойса 3 қызбен тең бөлісіп, олардың той томалағына мықты сыйлық апарып қамқорлығын үзбеді. Ол әжесі берген тәрбие. Ал келін жаққа бір түйір артық зат апарса, мен келіннің құлақ миын жеймін. Сенің 4 бауырың не әкеліп жатыр, не беріп жатыр деп есін шығаратынмын. Сол сөзді естімес үшін келінім балама өз жағына аса шашылмауын өтінетін. Ал негізінде ол құда балалармен ұлым өзара жақсы қарым-қатынаста екен. Сәл бірдеңеге қысылса солардан көмек сұрайды екен. Қайнағалары мықты қолдау беріп отырған екен. Соны бірде келінім ашумен айтып қалып, мен оның жер-жебіріне жеттім. Ойпырмай, сонда сенің бауырларың болмаса ұлым құрдымға кетеді екен ғой. Ойбай, олай болса сенің бауырларыңа арнап ескерткіш қойғызып, тағзым етіп жүрейік деп күйіндім. Апа, олай дегем жоқ қой. Олар өзара қарым-қатынаста дедім, деген келінімнің сөзін тыңдамадым. Көкбеттікке салынып, не болса соны айттым. Мүләйімсіме, менің ескір құлағым естіді. Сенің бауырларының арқасында менің балам күнін көріп жүр екен. Сен соны айтқың келді, айттың. Сүмірейе қалады екенсің, айтарыңды айтып алып. Өзара қарым-қатынас дейді. Не қарым-қатынас ол? Сүмеңдеп келіп телміріп тұрғандары деп едім. Ер жетіп қалған 18-ге келген немерем қасыма жетіп келіп, әже, осы сіз анамның қашан болса да сөзін тыңдамайсыз. Неге әрдайым өтірік жала жабасыз деп даусын қатты шығарып айтып еді. Келінім бар менің баласын шапалақпен ұрып жіберді. Бала ұшып түсті. Келінім қолымен орнынан жұлып тұрғызды да, аузыңнан шарт еткізіп тағы бір салды да, иығынан жұлқи ұстап тұрып, мен байқамай жүріппін ғой. Сен ер жетіп тілің ұзарған екен ғой. Қане әжеңнен кешірім сұра да көзіңді құрт деді. Мен аң-таң болып не айтарымды, не істерімді білмей тұрып қалдым. Немерем көзінің жасы көл болып тұрып, әже, кешіріңіз, екінші сізге дауыс көтермеймін деді. Мен тіл қата алмай мелшиіп отырмын. Немерем жүгіріп бөлмесіне кетті. Апа, бір ашуыңызды маған беріңіз. Мен артық айттым, сіздікі дұрыс. Мен бауырларыма аса жақын араласпауларын өтінем деп, келінім де тұрып кетті. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.